Тауық етінен сочный, мощный, жұмсақ әрі дәмді осындай әдемі котлетиктер дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Міндетті түрде парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар міндетті түрде. Келесі видео шығуына сіздерге мотивация болады маған. Онда бастадық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар осындай тауықтың төс еті керек болады. 600-650 граммдай. Бір пияз, 2 картоп, 1 сәбіз, 1 помидор, 2-3 түс, жаңағы чеснок және де бізге укроп керек болады. Осылай үлкендеу етіп турап аламыз. Жаңағы чоппер, осындай неден чопперден өткізіп аламын мен. Етті майдалайтын. Егер сіздерде мынандай болмаса, немен жасасаңыздар болады. Мясорубкадан майдалап шығарбасаңыздар болады. Осымен ыңғайлы, тез дайын болады. 1-2 минуттың ішінде осылай еттеріңізді майда етіп турап береді. Өте ыңғайлы. Бағасы 7-8 мың тұратын шығар. Бір алып қойсаңыздар бірге керек болады негізі. Енді ыдысымызға тауығымыздың майдаланған фаршын салып аламыз. Қараңыздар қандай майда етіп фарш етіп турап берген. Өте керемет. Тез дайындап береді. Енді сәбіз, картошка, пияздарды, бүкіл заттардың барлығына осылай майда-майда етіп турап аламыз. Осылай майда етіп жаңағындай чопперден өтуіне ыңғайлы болу үшін 1 штук помидорымыздың қабығынан, бетіндегі қабығын алып тастаймыз пышақпен. Сосын барып турап саламыз. Чеснок салыңыздар міндетті түрде. Өте керемет, иісі де дәмі де күшті болып шығады. Котлеттеріңіздің аппетитіне болып, және де зелень, укроп, петрушка салсаңыздар да болады. Ішіне өздеріңіз ұнатқан шопшалаңдар салсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұның да барлығын жақсылап бір келіп кетіп майдалап осылай чопперден неғып аламыз, өткізіп аламыз. Осылай турап майда етіп. Енді жаңағы тауықтың етін үстіне барлығын саламыз. Қараңыздар қандай майда етіп істеп берген. Өте ыңғайлы, бір алып қойыңыздар үйлеріңізге егер сіздерде болмаса. Енді дәмдеріңізге қарай тұз саласыздар. 1 жұмыртқа саламыз. Қорып жатқан кезде ажырап кетпеу үшін 4 ас қасық панировочный сухарик саламыз, немесе булкананды шеттерін алып тастап, сүтке ма, суға ма жібітіп салсаңыздар болады. Дәмдеріңізге қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, өздеріңіз ұнатқан тағы да приправалар салсаңыздар болады. Енді қолымызбен жақсылап осылай езіп, жақсылап араластырып аламыз, бір келкі етіп. Және де кішкене сүт құйып жібереміз. Сіздерге толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай ұрғылап, жақсылап тұрып араластырасыздар. Енді сүтімізді құйып, жарты кеседей тағы жақсылап араластырып аламыз, сүті сіңгенге дейін. Міне біздің котлетіміздің фаршы дайын болды. Осылай үлкендеу етіп жасап аласыздар. Шілей қалың, дәу болып кетпесін, пісіп жатқан кезінде арылар піспей қалады. Беті тез қызарып, іштері піспей қалуы мүмкін. Сондықтан шілей қатты чуға болса да қуырылып жатқан кезде жоғып кетеді. Майға қуырылып та жиырылып қалады. Сондықтан осылай үлкендеу етіп нормальный орташа көлемде осылай жасап аламыз. Тақтайымызға пакетімізді үстіне қойып, осылай мен бірінші қатырып алам. Жартысын пісіріп, жартысына морозилкаға қатырып қоятын боламын. Сіздерге осылай пешевой пакетті жабып, барлық котлетиктерімізді жасап үстіне қойып аламыз. Морозилкаға кем дегенде 4-5 сағатқа қоямыз. Жақсылап тас сияқты болып, бір-біріне ұрған кезде осылай сынбайтындай етіп қату керек бізде. Сіздерге қатқан кезінде көрсетемін. Міне қараңыздар, бізде 4-5 сағатта осылай тас секілді қатты болып, сынбайтындай болып осылай қатады. Енді мен өзімізге жартысына алып қалып, қазір сіздерге пісіріп көрсетемін. Қалғандарын пакетикке салып қоямын, рулон пакеттерге, немесе басқа пакетке салсаңыздар да болады. Әбден қатқан соң осылай салып қойсаңыздар болады, сонда бір-біріне жабыспайды. Морозилканың бір бұрышына салып қойсаңыздар, өздеріңізге бір жақтан асығып келе жатқан кезде, тамақ істемеген болсаңыздар, тез алып осылай қуыра саласыздар. Ертіп отпаймыз котлеттерді, майымызды құйып, қызыған соң салып, осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Қараңыздар, езілмейді, ажырамайды, шашырамайды, өте керемет, сочный болып шығады. Дәмі деген, иісі деген енді керемет, мощный болады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Енді қазір біз бұқтырып қойғанға осылай бір кесе суға 2 қасықтай кетчупты салып, жақсылап араластырып аламыз.
осылай бізде қып-қызыл су болу керек. Оның арасында жаңағы котлетиктерімізді пісіріп аламыз, екі жағын қызартып. Өте әдемі болады. Біздің отбасыларымызға, әсіресе балдарға өте қатты ұнады. Пайдалы әрі тойымды, дәмді болған. Өзіме де ұнады. Менің парақшамда өткенде еттен жасалынған осындай котлетиктің рецептін салғанмын, көрсеңіздер болады. Парақшамда өте пайдалы, және де торттар, пирогтардың, нандардың, аштықлардың бүкіл рецепт тапсаңыздар болады. Парақшамнан алыстамай тіркеліп алыңыздар. Қоңырауша батырмасын міндетті түрде басып қойыңыздар. Құрғақ табамызға кішкене майымызды құйып жіберіп, котлеттерімізді теріп, жаңағы кетчуппен су араластырған массамызды құйып, бір қайнап шыққан соң бетін жауып қоямыз. 15-20 минутқа осылай бұқтырылып тұру керек бізде. Піскеннен кейін тарелкамызға әдемілеп, осылай өздеріңіз қалағандай етіп, сәндеп, беттерін жасап, оформлениясын үйдегілеріңізге ұсынсаңыздар болады. Мен осылай тарелкаға салып, ыстықтай бетіне кішкене жаңағы подлив сорпасынан құйып жібердім. Бетіне осылай пияз турап жібердім. Пиязбен өте күшті кетеді. Зелень сөйсеңіздер болады. Және де қастарына помидор, огурциларды осылай турап, өздеріңіздің фантазияларыңызға қарап жасап жібересіздер. Бұрыштарды қойып қойдым. Қазірге кесілуін көрсетемін. Қараңыздар, сочный болған, жұмсақ, аралар полный піскен. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Зұлқұмар. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.